Ал, қайырлы кеш, құрметті команда. 17 мартта кеше бронь жасауға байланысты біраз өзгерістер болды. Сол өзгерістер бойынша қалай круизді бронь жасауға болады. Сол туралы бір көрнекілік видео түсіргім келді. Так, инкрузиске кіреміз. Мына аккаунт Аликтің аккаунты, сол Аликтің аккаунты бойынша бронь жасап көрейік. Аликте бар болғаны 3149 бонустық бал бар екен. Енді осы балдарды пайдалана отырып круизге бронь жасап көреміз. Так, инкрузисті басамыз, поисканы басамыз. Так, выберите направление дегенге, круизное направление бізге Европаға бронь жасап көрейік. Мына жерде Средиземное морені басамыз. Круизный линияға мен MSC-ді жақсы көремін. MSC-ді басамыз. Так, дата отправлениеге. Бұның бір ерекшелігі, бұрын 90 күн бұрын бронь жасайтын болса, қазір шотыңда жеткілікті балдар болатын болса, 9 ай бұрын бронь жасай беруге болады. Сондай өзгерістер енгізілді. Так, 2027 жылдың мартына көрейік. Бұның бір жақсы жері, 9 ай бұрын бронь жасағаның бір жақсы жері. Доступный круиздер көп болады, одан кейін выбор көп болады, арзан болады. Так, мына жерден міне неше түрлі круиздер шығып жатыр мына жерде. Так, мына жерде фильтрға тағы да бір нелерді басып қояйық. Так, MSC лирика дейді. Мынау 2 күнге, мынау 7 күнге. Қараңдар, мынау Афинадан басталады екен. Адам басына 687. Так, Афина. Мынау Стамбулдан басталады екен. Осы Стамбулдан басталатынды көрейік. Шымкенттен Стамбулға прямой рейс күніге бар. Стамбулға барып, Шымкенттен сразу лайнерге отыра беруге болады. Так, Book Cruise. Әрі, осы көрнекілік видео арқылы өздеріңізде қалай кейін видео бронь жасау керектігін біліп алатын боласыздар. Так, выбрать. Бұл видеоны мен аяғына шейін толықтай бронь жасамаймын. Просто қанша ақша алады екен, соны көрсеткім келіп отыр. Бұрын 24 оплата деген бар еді, оны қазір алып тастады. 24 оплата дегеніміз, кімнің ақшасы үздіксіз 2 жыл бойы салынып отырса, сол ешқандай да доплата жасамай, круизді өмірінде бір мәрте бронь жасайтын мүмкіндік беретін. Қазір оны алып тастады дағыны, оның орнына мына өзгеріс енгізілді. Кімнің шотында жеткілікті бонустық бал болатын болса, ол бір емес, бірнеше мәрте бронь жасай береді. Ешқандай доплатасыз. Так, инсайдер прайсинг деген 17%-ық жеңілдік. Мынау бонусный баллами деп тұр, осыны басамыз біз. Следующий. Так, мына жерде міне бонустық балдар және плюс оплата деп тұр. Бізге оның керегі жоқ. Ол тура бұл осы вариант бойынша бронь жасайтын болсаң, жетпегенін қалтаңнан ақша төлеп жасай беруге болады. Бұны даже бір ай бұрында жасай беруге болады. Бұған шектеу жоқ. Ал мына қазір мен жасайын деп жатқан броньды, бұны тек қана 9 ай бұрын ғана жасаймыз. Так, мына жерде жазылып тұр, барлық бонустық балдармен деп. All reward points деген осы. Следующий. Так, мына жерде енді толтыру керек екен. Аль-Фараби, Нажмиддин, мужчина был. Так, выбрать гражданство. Опа. Қайда кетіп қалды Қазақстан? Ай, міне Қазақстан. Қазақстан. Так, телефон номері. Бұның бәрін
түсіріп жатқаным сол кейінде өздеріңіз бронь жасайтын болсаңыздар сіздерге де керек болады қалай бронь жасауға болатынын. Бронь жасаудың ешқандай қорқудың керегі жоқ. Так, телефон номері 777 917 79 79. Ұмытпасам сондай. Так, почтасы жазылып тұр, адрес. Мәңгелік ел. Дұрыс жазылды ма? Так, 90. Так, город Шымкент. Индекс 16000. Укажите свою страну дейді. Страна проживания. Осы да Қазақстан көрсетеміз. Міне Қазақстан. Так. Применить те же данные о местонахождении ко всем пассажирам. Так, бит қойып қоямыз. Алик, бұған дейін бір рет, кеше ғана өздеріңіз білесіздер, январдан соңында ғана круизден келді. Міне. Так, дейді. Поиск по предыдущим пассажирам. Міне жерде Ләззат тұр. Так, Ләззат Мамышева, женщина. Міне бәрі жазылып тұр. Телефон номері, нешен бәрі. Так, енді. Выберите вариант питания дейді. Күніге кешке қарай ресторанда бір рет тегін тамақ ішуге болады. Ресторанда. Сол ресторанда кешке қарай бар, сәл ертерек бар. Соны, мысалы, first sitting деген сағат 5:30 мен 8:30-ға дейін, одан кейін ана екіншісі ол 8:30-нан 10-ға дейін. Соның біз сәл ертелігін таңдаймыз. Міне, следующий дейді. Так, подтверждение пассажиров дейді. Аль-Фараби нажмите дұрыс, Ләззат Мамышева дұрыс, подтвердить. Так, мына жерде условияның бәрімен келісіп шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мына жақта ең соңғысы бар, 11. Так, приступить к оформлению заказа дегенді басамыз енді. Ал, не дейді екен енді көрейік. Так, мы настоятельно рекомендую оплата страховки. Страховканың бізге керегі жоқ. Так, требуется подтверждение с помощью селфи дейді. Енді біз бұны енді до конца істемейміз. Мына селфиді жасағаннан кейін бонустық балдармен уже бронь жасалды деген сөз болды. Так, міне енді сфотканы көре салайық мына жерде. Так, мен жаңа күшкімбайда кетіп қалды. Так, міне. MSC, внутренний каюта 7 түнге Стамбулдан басталады. 3 марттан 10 мартқа дейін 2 взрослый адамға. Так, всего к оплате сейчас 0 тенге. Міне, оплачено с помощью Reward Points. РП деген Reward Points бонустық балдармен. Міне, бонустық балдармен алынды міне. Сонда бар болғаны 2652, 2700 бонустық балың болатын болса, уже MSC-ға 2 адамға беймарал бронь жасай беруге болады деген сөз. Бұл деген енді керемет емес па? Ал, өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Так, дейді. Міне осылай. Так. Сфотканы жіберейік, мен сәл артқа жіберейін. Посмотреть итог бронирования деген бар жерде. Міне, мына жерден тағы да көрініп тұр. Стамбулдан басталады, ағылшынша жазылып тұр. 7 түнге, несі 2 adults деген 2 взрослый деген сөз. Міне, бонустық бал бар болғаны 2652 бонустық бал болатын болса, ешқандай ақша шығармай қалтаңнан бронь жасай беруге болады. Итого доплатить $000. Мінекей, осылай. Енді классик
Классик пакетінде болсаңыздар, ай сайын $100 салып, $200 бонус алып отқан болсаңыздар, премиум пакетіне өту өте выгодно. Мысалға, премиум пакетпен $250 ай сайын саласыздар, оның үстіне $250 қосып беріп, сонымен ай сайынғы сіздің жинақталып жатқан бонустық балдарыңыз $500 болып отырады. Мысалға, 6 ай салсаңыз, $500-дан уже 6 айдың ішінде $3000 жиналады. $3000-ға 2 адамға уже Европаға мықты лайнерге бронь жасап кете беруге болады. Одан кейін оны бронь жасағаннан кейін даунгрейд жасап, неге классик пакетіне қайтадан өтуге болады. Сөйтіп, ай сайын $100 да төлеп тұра беруге болады. Егер премиумда тұра береді, әр 9 ай сайын круизге бара берем 2 адаммен дейтін болсаңыздар, онда премиум пакетте бола беруге болады. Ал видео пайдалы болды деп ойлаймын. Сол үшін премиум пакетке өтіңіздер.